Адам ата мен Хауа ананың жұмақтан қуылуы. Алланың дәргейінен қуылған Иблис Адам атадан кек алуды ойлады. Жұмаққа жасырын келіп қараса, Хауа анамыз жыланмен сөйлесіп отыр екен. Ол кезде адамның адал досы ит емес, жылан болыпты. Ол адамның жанынан бір елде қалмай, оны қорғап жүреді екен. Иблис жұмақтың есігінен кіре алмайды. Ол заманда жұмақты тауыс күзетіп тұрыпты. Тауыс көрсе қызар еді. Иблис алдымен тауысты арбауды ойлайды. Оның жанына барып, құлшылық жасап, егіліп жылаған боп дұға жасапты. Иблис бір заманда барша періштеге ұстаз болғандықтан дұға тілектің түр-түрін білуші еді. Тауысты қызықтыру үшін күні-түні тоқтамай құлшылық жасай береді. Құлшылықты оңашада емес, біреуге көрсетіп жасайтын рияшылдық ең бірінші осы малғұн Иблистен басталыпты. Ұлы Алла сондықтан да рия мен тақуалық ұстанатын құлдарын жек көреді екен. Иблистің жалған құлшылығына тауыс риза болады. Иблис тауысты есінен тандырып, сиқырларын көрсете бастайды. Тауыс дегбірі кетіп, «Әй, сен кім боласың?» деп сұрады. «Мен аршы мен күрсіні мекен ететін періштемін. Ұлы Алланың кім пейіштің ішінде намаз оқса, соның дәрежесін асырам деген хабарын естіп, арнайы келіп едім. Бірақ маған мына жәннатқа кіруге әзірше рұқсат жоқ. Ғибадатты сыртта оқып тұрған сондықтан» деді. Тауыстың көңілі оны сүйіп қалды да, «Алла риза болсын саған, тілегіңе жет. Жұмақтың ішіне кіріп оқы» деді. Иблис ілезде жұмаққа кірді де, тауысқа, «Жұмақта оқыған намазымның пайдасы сағанда тиер. Еңбегіңе мен саған 3 ауыз даналық үйретейін» деді. Тауыс бұрыннан даналық сөзге үйрет. Қандай да бір ұлағатты сөз естісе, соған мас болып елтіп тұратын. Иблис оның сырын алғандықтан қырын да тез танып алды. Ол, «Бірінші ақылым, жауға сырыңды берсең, қырыңды да тез алады» деді. Бұл сөзді естігенде тауыстың көзі жайнап кетті. «Екінші ақылым, тістейтін жылқы тісін көрсетпейді» деді. Тауыс бұл сөзге де таңдай қақты. «Үшінші ақылым, палуанның жаманы шалдырған соң өкінеді, күзетшінің жаманы алдырған соң өкінеді» дегенде, тауыс даналық үйренгенде мәз болып, Иблиске қақпаны ашып береді. Иблис ішке кіреді. Оңаша сәттердің бірінде жыланға барып, «Әй, жылан, менің әкем Әблет жылан еді, шешем Тәблет шаян еді. Мен адамның кесірінен Құдайдың рахымынан құр қалдым. Туыстық ақым үшін маған кек алуға көмектес. Мен адамды құртып, Құдайдың дәргейіне қайта келсем, саған бір пайдам тиер» деп азғырды. Жылан Иблистің сөзіне сеніп, адамға опасыздық жасауды ойлады. «Не істей аламын?» деді жылан. «Тіліңнің астына жасырып, Хауаның жанына апар. Өзім айла қылам» деді. Жылан мақұл көріп, Иблисті тілінің астына жасырды. Олар Хауа ананың жанына келді. Иблис тілінде жатып, жылан болып жылады. Хауа ана жанына келіп, «Әй, жылан, неге жылайсың?» деп сұрады. «Сендерді қимайым, әзірге уайымсыз жүрсіңдер. Бірақ бұл дәурендерің таусылады. Ертең-ақ беттің ажары тайып қартаясың. Сұлу бейнең мен сымбатты мүсінің бүкірейіп шөгеді. Ақыры ажалмен аяқталады. Соны ойлап қайғырам» деді. Әйел затын қарттықпен, өліммен қорқыту ең алғаш осы кезден басталған екен. Хауа, «Өлім деген не?» деп шошып кетті. «Өлім қараңғы қапас, пейіштегі күллі қызықтан мәңгілікке кесілу» деді. «Қарттық пен ажалдан құтылудың айласы бар ма?» деп сұрады Хауа.
бар. Тыйым салған жемісті жесең, Алла сияқты мәңгі жасайсың. Сұлу дидарыңда солмайды. Алла тағала өзінен басқа ешкім мәңгі жасамас үшін солай тыйым салды деді. Бұл сөзге иланған Хауа ана бидайдың бір дәнегін жеп қойды. Екінші бір дәнін алып, Адам атаға келді. Әй адам, менімен мәңгі бірге болғың келсе, мына жемістен дәм тат. Мен жеп көрдім, зияны жоқ. Бұл бізге мәңгі өмір сыйлайды деді. Адам ата Хауананың сыңғырлаған үніне елтіп, бір жағынан сүйікті жарының көңілін қимай, уәдесін ұмытып кетті. Ер азаматтың жарының назын тыңдап, жаза басатыны содан қалыпты деседі. Әйел баласының ажарының әрі тайғанда әжімдерін уайымдап мазасыздануы Хауанадан қалыпты. Адам ата бидайдың бір дәнін аузына салып, жұта бергенде Жебірейіл періште оның алқымынан ұстай алады. Бидай дәні өңешінде не әрі, не бері кетпей тұрып қалады. Адам не істерін білмей тұншығып тұрады. Осы сәтте ұлық Алладан әуез келеді. Ей Жебірейіл, адамның ісіне араласпа. Бұл саған періште емес. Олар сендерден артық жаратылған. Артықшылығы ақылы мен іс қылып, тағдырын таңдауға ерікті. Егер мен оның ісіне қол сұғатын болсам, еткен ісіне жауапты болмай қалады. Адам ұрпағына тағдырдың шын қазасы екі ақ жағдайда барады. Еріксіз туады, мезгілі жеткенде еріксіз өледі. Екеуінің арасы тіршілік деп аталады. Қалау мен таңдау осы аралықта жасалады. Қайыр мен шәрді мен жаратам. Мен осы қателік үшін сөз жоқ, оны жазалайым. Бірақ ол жазасын жазмыштан көре алмайды. Адам таңдауын өзі жасады. Оны қылғындырмай жібер деді. Жебірейіл босатып жіберді. Кеңірдекте тұрып қалған бидай дәнегін Адам ата жұтып қойды. Ер адамның кеңірдегінде болатын бармақтай түйін содан қалыпты. Адам бұған дейін қалдық шықпайтын жұмақтың ең асыл тағамдарын таңдап жейтін. Олар тұңғыш рет жер тамағын жеді. Адам асқазаны бірінші рет ас қорытып, нәжіс шығаратын болды. Сол кезде ұлық Алла, мына екеуін пештен шығарып жерге тастаңдар деп періштелерге әмір етеді. Періштелер бұл бұйрықты бірден орындай алмай тосылып тұрып қалады. Себебі олар күні кеше ғана оған сәжде жасаған еді. Қала берді, Адам атаның беліндегі Мұхаммед пайғамбардың нұрына ғашық болған періштелер ертелі кеш оның ізінен қалмай рахатқа батып жүруші еді. Осы сәтті пайдаланған Адам жас Хауаны білегінен ұстап қаша жөнеледі. Жәннаттағы барлық ағаштар оған жапырылып жол береді. Сол кезде жиде ағашы ғана әмірге қалтқысыз бағынады. Ол Адам мен Хауаның үстінен бұтақтарымен бас салып мыжылап тастайды. Қарсыласқандарына қарамастан қинап, киімдерін түгел шешіп алады. Хауананың нәзік тәнін бұтақтар жырып, қанатып қояды. Сол кезде ұлық Алла, әй жиде, әдепті болсаң етті. Қалай болғанда да бұлар менің орынбасарым. Әйел адамның денесіне жара салғанын қалай? Тұрпайы әрекетің үшін сен де жазалайым. Сені де жерге түсірем. Діңгегің қатты болады, бұтақтарың тікен болады. Адамдар сені арнайы екпейді. Судан жырақ өсесің. Бірақ гүліңнің пейіштегі хош иісі сақталады деді. Содан бастап жиде жерде өсетін болыпты. Оның гүлі адамды мас қылатын жұпар иісті болса да, адамдар оны арнайы екпейді екен. Адам ата мен Хауана тәндері жалаңаш қалған соң, арша ағашының астына барып тығылады.
Арша оларды бұтақтармен бүркеп көрсетпей жауып қалады. Ұлық Алла аршаның адамға жанашып, оларға болысқан жақсы көріп қалады. Сосын аршаға қарап: «Арша, сенің мына қылығың маған ұнады. Бөтенге жанашып, жапа шеккенге болсу менің сүйетінсің. Сондықтан саған ерекше қасиетті артам. Бұтағыңа 1001 шипа берем. Бұтағыңды отқа жақса, сенің түтініңнен жын сайтан тұншығатын болсын» деді. Содан бастап арша ерекше қасиетті ағашқа айналыпты. Адамдар аршаның бұтағын отқа жағып, отбасы ошақ қасынан жын сайтандарды аластап қуады екен. Содан не керек? Алланың әмірі екеу болмайды. Адам ата мен Хауаны жерге барып, азапты өмірлерін сүруге амалсыз көндігіп тұрады. Олар жалаңаш болғандықтан әуретті жерлерін қолмен жауып, қатты қысылып ұялып тұрады. Осы кезде інжір ағашы оларға өзінен жапырақ беріп жатып: «Әй адам, мына 3 жапырақты ал, үстіңе көйлек тігіп киерсің. Алланың халифасына жалаңаш жүрген жараспайды. Хауа, сен 5 жапырақ ал. Саған омырауыңды жауып тұратын 2 жапырақ артық берем. Әуретің жабық жүрсін, ұят болады» деді. Олар сол кезде ғана жалаңаш тәндерін жапырақпен жауып, шыдатпай бара жатқан ұяттың азабынан құтылады. Ұлық Алла олардың осы інжір берген киіммен жерге түсіп, дүния тіршілігін бастауларына рұқсат етті. Ұлық Аллаға інжірдің мына мейірім шапағаты қатты ұнады. Ұлық Алла: «Інжір, ісіңе ризамын. Мен мейірім шапағат еткенді жақсы көретін рақымды кең Құдаймын. Маған сенің жұмсақтығың ұнады. Адамға жаның ашып, оларға болысқаның үшін саған да айрықша қасиет бітірем. Адам ұрпағы сенің жемісіңді аршымай жесін. Қабығың да, дәнегің де 1001 ауруға шипа болсын» деді. Содан бастап інжірдің жемісі адамзат үшін ең дәмді, ең пайдалы жидектің түріне айналады. Осылайша адам ата жер бетіне 3 қабат киіммен келеді. Хауананың үстінде 5 қабат жейдесі болды. Олар өлгенше осы киімді үстерінен тастамады. Дәм тұздар мен көрер күндері таусылған соң, олар бақиға аттанды. Ұрпақтары оларды әу баста пештен киіп келген киімдерімен шығарып салды. Содан бастап ер адамды 3 қабат, әйел баласын 5 қабат кебіндеп барып жөнелту салтқа еніпті. Адам ата кетіп бара жатқанда Ұлы Алла оны тоқтатып: «Әй адам, енді Хауа ана саған аманат. Әйелің 3 намысыңның бірі болады. Бірінші намысың иманың. Маған қайтып келгенше иманың кәміл болсын. Құбылып бұзылатын болсаң, мекенің тозақ. Екінші намысың әйелің. Оны бөтеннің сұғынан сақтайсың. Сен бұзылып босағанда әйелің де құбылуға бейім болады. Себебі ол сенің етіңнен жаралған. Оның арына түскен дақ сенің жүрегіңе түскен тат. Абыройларыңа бекем болыңдар. Үшінші намысың ырыс пен береке дарған құтты мекенің. Оны залымдардың зұлымдығынан қорисың. Бейбітшілік пен тыныштық жолында шаршадым деме деді. Адам ата бұл өсиетті көкірегіне құйды да пешпен қош айтысып кете барды. Алла тағала тауыс пен жыланды да жазалайды. Тауыстың жұмақта тағынған асыл тас гауһарларын тартып алады. 40 қанатынан 2-ін ғана қалдырады. Тауыс
Seni pейіш есігінің күзетшісі еттім. Досым Мұхамбеттің рухын ең алғаш сенің бейнеңде жасадым. Соның құрметіне саған 800 қанат бітірдім. Әр қанатыңды бір-біріне ұқсамайтын реңмен боядым. Барлық сұлулықты саған жасырдым. Бірақ Іблістің сөзіне алданып, жамандықтың басы сен болдың. Сол үшін сені жазалайым. Адаммен бірге жерге қуыласың. Түпкі ниетің тура болғандықтан, 2 қанатың мен 1 құйрығыңды қалдырам. Алысқа ұшпайсың. Ел жұрт сұлулығыңа қарап тамсанады, бірақ оны өзің көрмейсің. Құйрығыңа қарап мақтанасың, аяғыңа қарап ұяласың деп. 2 аяғын көріксіз етіп жаратып. Содан бастап, мұсылман жұрты Таусты жамандықтың басы деп үйінде асырамайды екен. Ол кезде жыланның бойы түйедей, денесі жақұттан, көздері лағылдан еді. Арқасында 2 қанат тұратын. Ұлық Алла жыланды да жазалап: жылан, сені де барлық құрмет пен ғиззаттан айырам. Аяқ қолдарың мен қанаттарыңды қырқам. Өмір бойы жер бауырлап ирлеңдеп жүресің. Сені адамның серігі етіп жараттым. Енді адамға дұшпан боласың. Сені өлтіргеннен жауап алмайым. Ібліс паналаған тіліңнің астынан у шығарам деді. Таус еменге, жылан Ыспаханға, Ібліс Басраға түсірілді. Бидайдың қалдығы адам ата мен Хауананың асқазанында 30 күн қорытылмай жатып қалады. Одан түгел тазару үшін ұлық Алла оларға 30 күн ораза ұстауға әмір берді. Содан бастап Рамазан айында 30 күн ауыз бекітіп, ораза ұстау парыз болды. Жерге түскен соң адам ата мен Хауана екі жақта жүріп жылаудан көз жастары құрғамады. Құдайдан кешірім сұраумен жүрді. Адам ата қайғыдан басын көтере алмады. Бір күні Алладан: «Әй адам, көтер басыңды» деген әуез келді. Адам жоғары қараса, бір заманда өзі мекендеген пейіштің маңдайшасынан «Ла илаха иллаллах, Мұхаммаду Расулулла» деген жазуды көрді. Сол кезде адамның Хауананы алған кезде Мұхамбетке 10 рет салауат айтқаны есіне түсіп, егіліп жылады. «Я Алла, мені ақырдың пайғамбары Мұхамбеттің құрметіне күнәмді кеш» деді. Ұлық Алла: «Кештім құлым. Мұхамбеттің шарапатынан бүкіл ұрпағыңның күнәсін кешіріп, пейішке қайта кіргізем. Дидарымды көрсетем. Шарты: ұрпағың хақтың жолына бекем болсын. Мұхамбетке салауатты көп айтсын» деді. Сол кезде адам атаның жүзіне шырай ұялап, риза болды. Адамның бір жылауы, бір қуануы осыдан қалыпты деседі.